екінші күн құдай қаласа тренингте жүрген. Бүгін үшінші күн айтпақшы. Қалайсыздар, қайырлы таң. Мысалы кейбір адамдарға дисциплина, білім алу сәл ауырлау болады да. Негізі мысалы маған да дисциплина басында ауыр болды, мойындаймын. Себебі ол оңай нәрсе емес, күнделікті ұнамайтын нәрсені жасайсың. Бірақ бір күні бұқ өтіп сол нәрсе сізге ұнай бастайды. Не үшін? Себебі ол сізге табыс алып келе бастайды. Сіздің жасап жатқан жұмысыңыз адамдарға пайдалы бола бастайды. Оның бастапқы неден басталады? Ол ең бастапқы сіздің миссияңыздан. Соны анықтап, мақсат құр ақша емес, құр сату емес, құр жұмыс жасау емес. Не? Оның түбі не? Болашағы не? Мысалы мен болашақ миссиям адамдарға пайдалы болу, өзімнен кейін бір із қалдыру, сондай қойған. Алланы қалаймын, соны сұрай беретін, Құдайдан сұрай білмеймін, не істейтінін білмеймін, әйтеуір бізден ең басты әрекет Алла Тағала беріп қояды 100%. Алла Тағала сол сияқты түсіріп қойды да осыған. Мысалы екінші күн, уже үшінші күн тренингте жүрміз, адамдар жайлап азайып жатырды. Сөйтіп машина шығып қойды алдынан. Сол ең бастысы сіз ұнамаса да жасай беретін, бірақ ол сізге энергия алып келіп жатса, жұмысыңыз ол адамдарға пайдалы болып жатса, демек ол жерде береке бар. Өткен кеткен қателіктер онсыз болмайды. Ол по-любому бәрімізде болады. Ең бастысы сіз оған энергияңызды бермесеңіз болғаны. Егер энергияңызды беріп қоятын болсаңыз, онда сіз жасайтын жұмысыңызда онша бір берекет болмайды. Сол үшін Құдай қаласа сол істі, сондай бір хайырлы жол деп кәсіпті табуды, сондай бір өмірлік берекет табуды Алла Тағала нәсіп етсін. Егер болмай жатса, білмеймін енді, сондай бір негативті ойдан шыға алмай жатсаңыз, онда Құдай қаласа тіркеліп алыңыз, жұмыс жасайық иншалла. Алла Тағала бүгінгі күніміз хайырлы берекелі қылсын. Аман сау болайық.